Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында тез дайындалатын осындай ерекше пирог дайындаймыз. Бұл пирогты дайындау үшін ешқандай таразы қажет емес. Ең бірінші ыдысымызға 2 жұмыртқаны шағып алып, үстіне 1 кесе осылай қант қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін кезек-кезек 1 кесе сүт, одан кейін 1 кесе сұйық май қосып, тағы да венчиктің көмегімен біркелкетіп араластырып алыңыздар. Сосын 1 кесе ұнымызды осылай жақсылап қосып, біркелкетіп араластырған соң, разрыхлитель, яғни қопсытқышты қосамыз. Сосын тағы 1 кесе осылай ұнды қосып, біркелкетіп араластырып алыңыздар. Одан соң формамызды осылай кішкене майлап алып, қамырымызды осылай жақсылап біркелкетіп құйып шығамыз. Ендігі кезекте мен әрлеу үшін осылай 3-4 қасық қамырдың үстіне кішкене какао қосып осылай араластырып алдым. Сосын осылай кішкене-кішкенеден қасықтың ұшымен құйып шығып, ізінен шпажканың көмегімен осылай видеодағыдай әрлеп шығамыз. Алдын ала қыздырылған пешімізде 35-40 минут арасында күйіп кетпеуін қадағалап тұрып, 150 градус пеште пісіріп алыңыздар. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл пирогты дайындау өте оңай, және де піскенде үлпілдек, жұмсақ болып шығады. Егер рецепт ұнаса, міндетті түрде дайындап көріңіздер, ас болсын. Видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, назарыңызға рахмет.